Сәлем достар, сіздермен ұлданай қазақша рецепті. Бүгін сіздерге синабонның рецептісін ұсынатын боламын. Өте жұмсақ болып шығатын. Қараңыздар, өте жұмсақ. Және де видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге қантымызды салып араластырып аламыз. Қыздар, сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Және де дрожжымызды қосып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, бір дана жұмыртқамызды саламыз. Негізінде қыздар барлығын жеке-жеке қосқанда араластырып тұру үлкен рөл атқарады, жақсы болады, жақсы болып шығады. Және де сары майымызды, ертілген сары майымызды қосып тағы да араластыратын боламыз. Енді ұнымызды бәрін бірден қоспаймыз. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды қасықпен қосып осылай араластырып отырдым. Кішкене қамыр болғанша осылай қасықтың көмегімен араластырып отыратын боламыз. Қанша мөлшер екенін барлығын астына описанияға жазып қалдыратын боламын. Қыздар, қамырды қатты қылып илеп қоймаңыздар. Қолмен жай жұмсақ етіп илесеңіздер, булочкилеріңізде, синабондарыңызда өте жұмсақ болып шығатын болады. Енді қолымыздың көмегімен осылай жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Міне, қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып 2 сағатқа жылы жерде ұстайтын боламыз. Арадан 2 сағатымыз өтті. Қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Және де жұмсақ. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Бөліп алып 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Міне, жайып алдық қыздар, 4 бұрышты етіп. Енді осы қамырымыздың үстіне сары май жағып шығатын боламыз. Мен сары майымызды ертпей өзін жағып шықтым. Сіздер ертіп жақсаңыздар да болады. Маған осы ыңғайлы болғандықтан осылай жағып шықтым. Осылай жасап көріңіздер, негізі осылай өте ыңғайлы. Сары майымызды жағып шықтық. Енді бір ас қасықтан кішкене көбірек корица қосып, оның үстіне қантымызды салып, араластыратын боламыз. Және бетіне сеуіп шығатын боламыз. Мен де корицаны көп септім, өйткені үйдегілер, әсіресе қайынсіңлім, корицаның көп болғанын жақсы көреді. Енді осылай қолымыздың көмегімен әдемілеп орап шығатын боламыз. Қыздар, өте оңай рецепт, жасап көріңіздер. Міндетті түрде жасаңыздар. Мінекей, орап алдық. Енді пышақтың немесе жіптің көмегімен кесіп алуға болады. Маған өзіме пышақ ыңғайлы. Содан кейін мен пышақпен кесіп шықтым. Осылай кесіп алып, табамызды майлап, табамызға қойып шыққаннан кейін тағы да қыздар 15-20 минутқа бетін жауып қойып қойсаңыздар, әдемі болып көтерілетін болады. Міне, менде уже 15-20 минут бетін жауып тұрды. Енді пешімізге салып 200-220 минутта пісіріп алатын боламыз. Уақыты примерно 30-40 минут. Енді кремін дайындаймыз. Кремінде менде сметана мен сахарная пудра, миксерлеген жоқпын, жай ғана қасықпен араластырдым. Енді осы кремімізді пісіп шыққан синабондарымыздың бетінен жағып шығатын боламыз. Қыздар, маған тіркеліп, лайк басып және сақтап алуларыңызды ұмытпаңыздар.
мінекей дайын болды. Күшті әдемі болып шыққан. Менің камерам онша көрсетпейтін тұр. Сәттілік тілеймін, жасап көріңіздер.